оны шатастырмайды. Ең бастысы біздікі контракт. Ол бұрынғы кезден 93 жылдан бастап келе жатқан контракт бойынша жасалатын жұмыстар. Қазіргі таңда лицензияға біз әлі көшкен жоқпыз. Біз бұрынғы контрактпен жұмыс істейміз. Ал мына сіздің көрсетіп тұрған документіміз, ол дегеніміз лицензияға баяндалған 2017 жылғы кодекс бойынша. Сіз қанағаттандырды ма? Жоқ. Тұра тұрыңыз. Лицензиясыз жұмыс істейміз дейсіз ғой. Кез келген жерді барамызда, қазамызда, ұрлаймызда, өз білгенімізде кетеміз дейсіз ғой. Кешіріңіздер. Жоқ, контракт, лицензия. Мен бір бөлек документтер. Хатшыға мені тіркеуіңізді сұрайын. Бұл мен Қызылорда қаласының тұрғынмын. Есім Баймағамбет Мұратбай болады. Мен ұлы көштің қоғамдық қорының представителімін. Яғни оңтүстіктен солтүстікке халық көшіп жүрген сондай қоғамдық қорының есімі. Мынаны тіркеуіңізге болады. Енді сіздер лицензиясыз жұмыс істейміз. Ол қалай? Қай заңға сүйеніп айтып отырсыз? Маған заңын айтыңызшы. Мынадай заңдарға біз лицензиясыз аламыз. Сосын мынау бұл жерде сіздер халыққа кетіп тұрсыздар. Халыққа Конституциямыздың 3-ші бабының 1-ші тармағында мемлекетті бірден бір бастауы халық деген. Осы жерде халықтар басқарады. Сіздер келген істей алмайсыздар. Жаңа лицензиясыз жаңа не алдыңыз? Контракт. Қандай заңға сүйеніп контрактпен отырсыздар? Заңды айтыңыздар, сосын сол заңды әкеліңіздер. Сосын сол заңдарыңызды, контрактілеріңізді көру мақсатында бізде Конституцияның 18-ші бабының 3-ші тармағында мемлекеттік орган, қоғамды бірлестік, лауазымды адамдар және бұқаралық ақпараттар құралдары әр азаматтың өзінің құқықтары мен мүмкіндіктеріне қатысты құжаттарды, шешімдерді және ақпаратты көрсетуге, тыңдауға, таныстыруға міндетті.